Баршаңызға сәлем. Бүгін өзбек халқының қожелі мантысын жасаймыз. Қожелі мантының рецепт бойынша 1 пиала жылы су және 1 шай қасық тұз, 2 жұмыртқаны саламыз және барлығын ақырындап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне жаймен ұн салып араластырып қамыр илейміз. Осындай видеода көріп тұрғандай қамырымыз шығады. Үстіне пісте майымызды құйып, пісте май сіңгенше илейміз. Мінекей осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамырымыз шығады. 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Осы 10-15 минутымызды пайдаланып алып, қожелі мантының ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет және пияз, қырыққабат, картоп қажет болады, тұз, приправа. Видеода көрсетілгендей пиязды майдалап 4 бүріштеп турап аламыз. Турап болған соң тартылған еттің қасына саламыз. Ары қарай қырыққабатты да тура пияз сияқты майдалап 4 бүріш қылып тураймыз. Және картопты да майдалап 4 бүріштейміз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Приправа для манты қосамыз. Егер сізге приправаның дәмі ұнамайтын болса, қоспасаңыз да болады. Және жақсылап мыжып араластырамыз. Менің тартылған ниетім майсыз болғандықтан 1 ас қасық майонез қосып, ары қарай араластырып аламын. Мінекей дайын болды салмамыз. Қамырымды 2-ге бөліп аламын. Егер үлкен зола қылып жая алсаңыздар, жайсаңыздар да болады. Маған өзіме ыңғайлы ретінде 2-ге бөліп жаямын. Ал бисмилля деп қамырымды жаюды бастадым. Кәдімгі мантыдан айырмашылығы қамырдың сәл жұқа болуы. Осылайша домалақ қылып жұқа қылып жайып аламыз. Және қарыспен өлшеп кесеміз. Кәдімгі мантыдан айырмашылығы
бұл бір алақандай үлкен болып шығады. Жегенге өте тойымды және дәмді. Видеода көрсетілгендей барлығын осылайша жайып аламыз. Пішіндер тура келмесе бір-біріне жалғап істеп жіберсек те болады. Әрі қарай салмамызды осылай жайып түйе бастаймыз. Тура манты сияқты екі бұрышын бір-біріне қосамыз. Және тағы екі бұрышын бір-біріне қосып, екі жағын, екі шетін бір-біріне жапсырамыз. Видеода көрсетілгендей. Ешқандай қиын емес. Ары қарай мантаваркамызды жақсылап майлап аламыз. Мінекей, хожелі мантымызды қоямыз. Бетін жақсылап майлап саламыз. Келесі хожелі мантыны да соның үстіне қойып тоже майлаймыз. Піскен кезде олар бір-біріне мүлдем жабыспайды. Менің мантаваркам әжеміздің мантаваркасы, әжеміздің көзі. Осы екі ғана листі қалған. Сыйғанша осылай бөліп жасап жатырмын. Мінекей видеода көрсетілгендей бірінің үстіне бірін қойып майлап саламыз. Олар мүлде жабыспайды піскеннен кейін. Уайымдамасаңыздар да болады. Қайнап тұрған судың үстіне осы мантаваркамызды 45 минутқа қоямыз. Әрі қарай подливымызды жасап аламыз. Видеода көрсетілгендей пиязымызды майдалап 4 бүріштеп турап аламыз. Және қызанақты да солай 4 бүріштеп майдалап турап аламыз. Бір пиала бізге сесевили керек болады. Және томат қажет болады бір ас қасықтай. Мына жерде сәбізді теркіден өткізіп аламыз. 100 грамм пістен майға қызып тұрған бірінші пиязымызды салып, видеодағыдай қуырамыз. Сәл қызарғанша араластырып тұрамыз. Енді сәбізімізді салып аламыз. Сәбізді де жаймен араластырып тұрамыз.
сәбізіміз сәл басылғаннан кейін қызанағымызды салып араластырамыз. Жарты шай қасық тұз, приправа для манты 1 шай қасықтай қосам және араластырамын. Жабылған банкіден 1 пиала себелей қосамын, дәмді болу үшін. Және 1 ас қасық томат қосамын, түсін әдемі қылып беріп тұру үшін. Мінеки барлығы қуырылып болды. 1 пиала, 1,5 пиала су құясыздар. Сосын бетін жауып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. 1 қайнағаннан кейін астын бәсейтіп. Мінеки пісті. Бірінші хожелі мантымызды саламыз, бетіне подлив саламыз, солай жеке-жеке алып аламыз. Менің жасаған тағамдарым ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Есеналы қызы Меруерт. Менің каналымнан көптеген рецепттер таба аласыздар. Мына тағамның иісін айта алмаймын. Ыстығын-ай. Қараңыздар, даже менің қызым иісіне шыдай алмай тұр мына жерде. Мамам ням-ням деп. Мен болсам видео түсіріп үлгере алмай тұрмын. Сіздермен болған мен Есеналы қызы Меруерт.